Хайди. Ақыры әпкесі Детамен бірге Дорфле қыстағына келді. Көрдіңдер ме? Бұл қыз әлі ағаймен бірге тұрмақшы. Кішкентай қыз жасы егде тартқан долы мінезді атасымен бірге тұратын болды. Бірақ сен ендігәрі мұнда келуші болма. Әпкесі кеткен бойда атасының адуынды мінезіне тап. Тау ортасы қаладан келген қызға пана бола алмайды. Атасының долы мінезін алғаш көріп тұрса да, Хайди жақсылықтан үмітін үзген жоқ. Ертеңнен бастап атамның көңіл күйі жадырай түседі. Көгалдағы алғашқы күн. Маған не болған? Есіме түсті. Таудамын ғой. Ата, қайырлы таң. Ата, не істеп отырсыз? Демек сүтті осылай жасайды екен ғой, я? Мазамдалмай ары бар. Сәлем, балақай. Ай, мен ойлағандай қиын емес секілді. Ай! Бұл не істегенің? Мен бар болғаны сізге... Жақсылап тыңда, кішкентай қыз. Сен тауда жүрсің, ал бұл жерде ешкілерді құрметтеп жақсылап қарау қажет. Сол кезде ғана қарның тоятын болады. Қане, асыңды іш. Ата, сіз менің қаладағы үйде барлық шаруаны атқаратынды естіп едіңіз? Дастархан жаятынмын, сүт құятынмын, нан турайтынмын. Білесіз бе, Жозефтермен алғашында қатты қорқып едім. Енді екеуміз дос болып кеттік. Рахмет. Ата, сіздің ешкілеріңіз сондай сүйкімді екен, оларды қалай атайсыз? Кішкентай аю және аққу. Аттар өздеріне жарасады екен. Мынау қандай ірімшік. Әпкеңнің не ойлағаны бар. Сен бұл жаққа үйрен салмайсың. Ірімшіктің тұзы өткір екен, бірақ сонда да дәмді. Білесіз бе, ата? Маған таулар қатты ұнады. Осы таудың суреті болатын. Өз көзіңмен көрген басқаша екен. Өздері аспанмен таласып тұрғандай көрінеді. Ата, егер таудың төбесіне шықсаңыз, бұлтты ұстай алар ма едіңіз? Жетер! Бері қара, кішкентай қыз. Тамақ ішіп отырған кезде бос сөйлеп, мазамдалғаныңды доғар. Мынау таныс дыбыс. Неткен тамаша! Осынша керемет дыбыстарды аузыңмен қалай жасадың? Менің атым Хайди. Хайди. Кеше кездесіп едік қой. Киімімді әкеп бергенсің, есіңде ме? Тіліңді жұтып қойдың ба? Оның аты Питер. Егер жауап қатпаса, демек сен бос сөйлеп тұрсың. Ол біздің бақташы жігіт. Ешкілерімізді жайылымға барып бақады. Мә саған. Онымен бірге барайыншы. Сол кезде ешкілерге жақсы қарауды үйренер едім. Өзіңіз айтып едіңіз ғой. Не? Бірақ мен оның кім екенін де білмеймін ғой. Ол менің немере қызым. Кеше қаладан келді. Енді ол бүгін сенімен бірге баратын болады. Бірақ... Көп сөзді ғой. Мен не десем, сол болады. Рахмет сізге, ата. Енді мені жақсылап тұрып тыңдап ал. Питердің айтқанын орындайтын бол. Оған қоса жанынан бір елі кетуші болма. Түсіндің бе? Я,
Түсіндім, ата. Ал Жақсы. Енді түскі асыңды алып ал. Ал сен бақташы жігіт, бар да кішкентай аю мен аққуларды қарап кел. Мен бақташымын. Қайдағы бір қыздың күтушісі емеспін. Кешке көріскенше, ата. Неменеге қомпылдайсың? Бізбен бірге тұратын болса, демек таудағы тәртіпке үйрену керек. Шық. Жүге, шық. Білесің бе, сенімен бірге жүргеніме қуанып тұрмын. Бақташы болған жақсы шығар, я? Солай ма, Питер? Сен не, тағы да тіліңді жұтып қойдың ба? Жоқ, жайыма қалды. Шық. Шық дейін. Әй, бұл сен бісің? Мені тағы... Біз әлде қашан танысып алғанбыз. Оның аты кім? Тыңда, ағай саған қарап жүр деді. Сөйле деген жоқ. Өзің шөпті тырналап жейді екенсің. Демек, бұдан бұлай атың тырна болады. Жетер! Жаңа ат қоятын болсаң, оны қашырып аламыз. Ендеше оның шын атын айтсаңшы. Лили. Рахмет. Сәлем, Лили. Ал мынау ше, кішкентай қымбаттым менің. Саған не дедім? Оның аты қымбатты мекенін қалай біліп қойдың? Рас па? Көп ойландым. Тоқта, енді айтушы болма. Исінің жаманын-ай. Мә, саған, өзіңнің көңіл күйің жоқ секілді ғой. Демек атың долы болса керек. Оның аты Пай. Сен мен ойнақсы келіп тұрған жоқ. Ол тек мені ғана тыңдайды. Екеуің де долысыңдар, сондықтан тыңдайтын шығар. Күлкілі емес. Кешір, сен сонда мүлдем ойнамайсың ба? Жоқ, мен бақташымын. Жұмысым өте ауыр. Қыстақтағы барлық ешкілерге жауапты болу. Оңай шаруа емес. Сонда қыстақтағы бүкіл ешкілерді бағасың ба? Анау қияңқ теке. Ол Ганс пен Барбелдің текесі. Өзі Пайға ұқсайды. Ал Лили, Ламберджектікі. Қымбаттым болса, қыстақтағы дүкеншінікі. Кішкентай аққу мен аюды өзің білесің. Ал қалған лақтардың бәрі менікі. Мәсіғын, қандай күшті. Қане, енді қайтуымыз керек. Біздің жайылым ана белестің ар жағында. Абайлаңдар, қатармен жүріңдер. Кішкентай аю мен аққу, жүріңдер. Қане, жылдамдатсаңдаршы жалқау ешкілер. Бүгінгі естіген шағымдары көп болып кеткен. Олай емес. Бұлар үнемі ойларына келгенді жасайды. Дәл сенің атаң секілді. Жүріңдер дей. Мұның не? Доғар! Оларды ұрышып болма. Ұрғанда қандай? Әй, қаланың қызы, маған ешкі бағуды үйретпе. Өтінем олай істемеші. Егер ұрғанды доғарсаң, саған түскі асымның жартысын берем. Наның мен ірімшігіңнің жартысын ба? Жарайды. Егер оларды менен жақсы қарай аламын деп ойласаң, көрейік. Қара, бірақ кішкентай аю мен аққуды тәрбиелей алмайсың. Түскі асыңды тартып ал. Оған қоса оларды таяқтың астына аламын. Жүріңдер, оларды қуып жетуіміз керек. Енді жайылсаңдар болар. Ол не істеп жүр деп ойлайсың? Иә, дұрыс айтасың. Қане, кішкентай бикешті тауып алайық. Әйтпесе әлгі ақымақ ешкілер оны адастырып әкетер. Сосын, Қане, келіп қалдық. Өздерің ақылды екенсіңдер. Мәссаған, олар келе жатыр. Көрдің
аяқсыз да тыңдатуға болады. Көрдім. Бәрібір басыңмен бөлісуіңе тура келеді. Şöldеп kеттім. Ай, мен де шөлдедім. Маған да үйретші. Саған қиынға соғат, қойшы. Ай, бірақ менің қолымнан көп іс келеді. Рас айтам. Ол жағынан күмәнім жоқ. Қала қызметәні сатқаралатының анық. Өтінем, мен де салып көрейінші. Ендеше өзіңнің екі досыңды сал. Қазір сені салып, сүт ішемін. Ай, тоқта! Сонымен, жеткілікті сүт сау алдың ба? Ал менікінен көп шықты. Мен де ішсем бола ма? Егер сөзімді тыңдап, сұрақ қойғаныңды доғарамын деп уәде етсең ғана берем. Уәде берем. Енді тәтті жейтін уақыт келді. Бұл не? Ешкілерге арналған тәтті. Өзі сондай дәмді. Дәмін көргін келер. Қап, айтуды ұмытып кетіппін ғой. Бұл тұзды тас. Бұл қылығың күлкілі емес. Қалжыңдадым. Өзің қолыңа түскенде аузыңа сала береді екенсің. Неге мені жаппайсың? Қалжыңдадың деп тұрмын ғой. Қайта сені қасыма ертіп жүргеніме рахмет ай. Болды, Лили, бүгінге жетер. Жа, енді тынығып алайын. Ал сен ешқайда кетіп қалма. Сүйкімдісің ай? Хайди? Хайди! Ақмақ қыз, ешкілерден бетер ақмақ екен. Балақай, тағы да көрінші. Мен саған жамандық жасамайым. Мұнда екенсің ғой. Қазір. Хайди! 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 Айғайлама, Питер. Оны қорқытып тастадың. Питер, қорқып тұрмын. Қолымнан ұста! Не ойлағаның бар, а? Есіңнен адастың ба? Атаң құз жартас туралы. Саған ескертпеп пе еді, а? Құз жартас па? Жоқ. Есіңде болсын, ол өте қауіпті же. Мен абайлап жүрдім ғой. Кішкентай жәндікті көргім кел. Өзі сондай сүйкімді екен. Тыңда, бұдан бұлай, менің жанымнан ешқайда кетуші болма. Түсіндің бе сен? Түсіндің бе дейм саған? Маған жөнсіз айғайламағаныңда қасыңнан кетпес едім. Жөнсіз бе? Неге түсінбейсің? Егер мен болмағанда құлап кетсең не істер едім? Сен мен ойлап қорықтың ба? Мен бе? Жа, мен бақташымын ғой, ал бақташылар ештеңеден қорықпайды. Егер атаң мұнда не болған естісе, менің сазайымды тарттырады. Кешірші. Бірақ білесің бе,
Егер сен маған айғайлағаныңды доғармасаң, екеуміз еш қашанда дос бола алмаймыз. Не? Кішкентай аю қайда кеткен? Кішкентай аю кері қайт. Сен қал, мен қазір келемін. Қап. Уәде бергенің қайда? Оларды бұлай ұрай берсең, кішкентай аю қашпақ. Бұзды доғар. Білмейсің. Кішкентай аю. Жаныңның барды да бері қайт, кәне. Жоқ! Кішкентай аю! Мен төмен түсіп айдап келемін. Достым, сабаңа түсші. Жоқ! Тыныштал, кішкентай аю. А? Питерден қашпайсың ғой, солай ма? Ол сені құтқарып қалғысы келеді. Оның саған айғайлағысы келмеген. Саған бірдеңе болып қалмас екен деп алаңда айтырас айтам. Сабаңа түс, сұлуым. Ақыры қолыма ұстадым. Аяғын жарақаттап алыпты. Уәдемде тұрмадым. Қандай уәде? Күтімі жақсы ешкі Питердің арқасы. Жақсы жайылған ешкі бақташының арқасы. Ағай мені ешқашан кешірмейтін шығар. Мен бар болғаны кішкентай аюды... Мен кінәлімін. Питердің еш кінәсі жоқ. Жартас жанындағы суырды көргім келіп кетіп қалғам. Ал Питер мен іздеймін деп ешкілерден алыстап кетті. Жартас деймісің? Сен оны құс жартасқа жібергеніңді қалай түсінемін? Ол жаққа барушы болма дегенім қайда? Оның еш кінәсі жоқ. Егер мен ешқайда кетпегенімде, кішкентай аюға ештеңе болмасын. Қалайша сен? Өтінемін, ата. Ол сіз айтқанның бәрін орындады. Қане, маған бер. Бірге жаймын. Кездескенше. Кездескенше, Питер. Әпкеңнің не ойлағаны бар? Тетеге қаншама рет айттым, кішкентай қыз тауда өмір сүре алмайды деп. Кішкентай аюшы, ол жақын арада сауығып кете ме? Қазір ештеңе айта алмайым. Ертеңге дейін күтуімізге тура келеді. Ал сенің жасаң, кешкі ассыз ұйықтайтын боласың. Бәлкім сол кезде ақылың кіретін болар. Не істеу керектігін білемін, Жозеф. Егер жазаламайтын болсам, ол ешқашанда үйренбейтін болады. Сондықтан маған бұлай қарағаныңды доғар. Жәшеңдің оны аш құрсақ қалдыра алмайым. Мұны күлдер мұнда не үшін? Егер кішкентай аюдың жатқан орны жайлы болса, сырқаты тез жазылады деп ойладым. Ата, уәде берем. Бүгіннен бастап жақсы қыз бол. Отыруға да дайынмын. Қарның ашты ма? Айтшы. Асты. Ендеше не қып тұрсың? Жоқ әлде сүт өздігінен құйыла қалады деп ойладың ба? Желінін бұлай ұстайсың, мықтылап ұста. Содан кейін саусағыңды төмен созасың. Енді сен көр. Желінін мықтылап ұстағаның абзал. Қорқушы болма, сауғаннан желін ауырмайды. Ата, қараңыз, қолымнан келді. Қараңыз, көп сүт шықты. Қайырлы түн, кішкентай қыз.
Қайырлы түн, ата. Жұлдызым, өтінем кішкентай аюдың аяғы жазылып кетсінші. Қайырлы түн. Қазақстан телерадио корпорациясының тапсырысы бойынша аударып дыбыстаған Казме